бир жака аңкылдайдылар, карамайдылар бар жака. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Осы әннің ырғағында түсірілім топпен Райымбек ауданына жол тарттық. Мақсатымыз ауыл аймақтағы таланттарды таныстыру. Ал Талдықорған мен аудан орталығына дейін шамамен 6 сағаттық жол. Әне міне дегенше Нарынқолға да келдік. Бірден суретшілер одағының мүшесі, ауданның құрметті азаматы Нұрболат Сайдынұлының шаңырағына келдік. Ағамыз өзінің шағын шеберханасымен таныстырды. Әрбір туындыға тыңғылықты дайындалып кіріседі екен. Бұл жас кезден қалыптасқан әдетім дейді кейіпкеріміз. Оспанов Ерлік деген бір бауырым бар. Сол Ақуда оқып жатқан екен. Сол дипломный жұмысын жасаймын деп осы Нарынқолға келіп, сол Нарынқол келгеннен кейін ол итюнигін мен салып, мен осы 7-ші класстың оқушысымын. Мен мотоциклмен барып, салын шетіне барып, оны салып жатқан суретіне қызығып, мен ары қарай уже мен энергиям только суретші болам дегендей, сондай мақсат қойып, соны ол кісі кетіп қалды. Сол кетіп қалғаннан кейін сол күні итюнигін маған тастап кетті да, сол ауылдың шетіне барып, тағыдан сол итюнигіне қарап отырып, жинап, мен соны салдым өзім. Сол алғашқы салғанды, соны майлы бойыма салғаннан кейін, мен былай айтқанда қызықтым. Осы суретші болған жақсы екен ғой. Иә, бала арманы өсе келе мақсатқа айналды. Тыңбай ізденді, түрлі суреттерді салды. Кейбір композициялардың тіпті жыр терме тыңдап отырып салған. Солардың бірі мына картина. Қара пима әнін естіп отырып, көз алдына келген бейнені салып шығыпты. Бірақ көбіне құрал жабдығын алып, тау-тасты аралап жүріп салғанды ұнатады. Оған дәлел осы еңбектері. Ал өздеріңіз көріп тұрған бұл туындыны салып жатқанына шамамен 3 жыл уақыт өтті. Оған себеп тарихты еш бұрмаламай суреттеуім керек дейді. Сол үшін әлі де іздену үстінде екендігін айтты. Бұл картинаны істеген кез бізде Академия художественный президенті Аманжан Саканаев маған сол ауызша осындай тапсырма берді. Тарихша іздедім, музейге бардым, ұлттық музейге барып, сонда үйсіндерін, нелерін қарап, бөлімін қарап, сол кітаптар іздеп, кітаптары қарап оқып, соны интернеттен қарадым, кітаптар қарап отырып, оқып отырып, біраз эскиздер жасап, кемінде бір 6 ай өтіп кетті. 6 айдың ішінде эскизін дайындап апарып, ол кісіге көрсетіп едім. Жарайды, енді істей берді деді. Соны ақындап жұмысты бастадық. Бұл мәліметтің кезде Қытай патшалығы құдаласып деп қыздарын әкеп атқан образды келтіріп отырмыз жерде. Нұрболат Сайдынұлының бейнелеу өнері тек бір ғана мәнермен шектелмейді. Ол көріністі түрлі ракурста қарастырып, жаңа бағыт пен тың дүние іздейді. Тіпті кейбір суреттері шет елі асып, сол жақтағы музейлерге табысталыпты. Ал бала күннен басталған шығармашылығын бүгінде жас ұрпақты тәрбиелеумен жалғасты. Тек шәкірттеріне өнерде өзіндік жолын тауып, талғамдарын қалыптастыруға көмектесіп жүр. Оқушыларын кәсіби деңгейге жеткізу бұл суретшінің басты арманы. Еркебұлан Жақыбай, Ерлан Азанбай, Таң жарық бағдарламасы.